Келесі қатысушымызды тыңдармандары дайын әнші деп есептейді. Бүгін ол өз деңгейінде өнерін көрсете ала ма екен? Бірге тамашалайық. Жанерке Абдрахманова. Қарсы алыңыздар. Жұлдыз соңықтай келсем, тыңдармандар дайын әнші дейді. Кәсіби музыка дегенмен бір қобалжу бар, е? Қобалжу кішкене бар, бірақ өзімді қолға ұстап әнімді айтып шығамын. Жанеркенің жаны ерке болғанымен сахнаға шыққан кезде өз-өзіне сенімді, қайсар, нағыз эстраданың әншісін көресіздер дәл қазір. Қымбатты көрермен. Көрерменге айтарың болса? Құрметті көрермендер, маған дауыс беріңіздер, мен сіздердің үміттеріңізді ақтаймын. Ой, тамаша. Ендеше достар, сәттіліктеп шығарып салайық. Жанерке! Ең бастысы мен Қазақстан дауысы балалар жобасына рахметімді айтқым келеді. Өзімді жұлдыз сезініп жүрмін. Сенерім, сенедің дәлеттесің. Көрме таңдау кезеңінде 4 тәлімгер бірге бұрылды. Әлі сене алмаймын. Бежек кезеңінде мен өзіме сенімді болдым, өтемін деген ойда болдым. Себебі еңбектендім. Осы кезеңге дейін менің Instagram парақшамда оқырман саны көбейіп бастады. Адамдар танып жатыр. Концерттерге, конкурстарға қонақ ретінде шақырып жатыр. Осы жобаның арқасында мен кәсіби мамандармен жұмыс жасап, көп тәжірибе алдым, өстім. Осы жобаға келген мақсатым өзімді шыңдау, әлемге танымал әнші болу. Осының барлығына мен жетіп келе жатырмын. Жоба мен арманымды орындауда. Жанерке өте талантты қыз, бірақ мен сияқты харизма бере алмайды. Жанерке өзі әдемі, әнді сүйсініп, сезіп айтатын қыз. Ерекше дауысы керемет қыз, ондай дауыс екінің бірінде жоқ. Тікелей эфирден де өтемін деген сенімдемін. Себебі басқаларға қарағанда өзімнің деңгейімді білемін. Маған дауыс беріңіздер, мен сіздердің үміттеріңізді ақтаймын.
Жанерке Абдрахманова, қошеметтеріңіз. Өте сәтті орындау болды. Ана жақтан біз шынымды айтсақ, аузымды ашып тыңдап отырдым. Мұнда тәлімгерлер де тұрып кетіпті. Ал Жұманыш аға, сізден сұрайыншы, қандай ойдасыз? Қайырлы кеш баршаға. Жұлдыз өте дұрыс айттың, өте сәтті орындау болды. Өте әсерлі болды. Менің де дауысым бүгін әсерлі болып тұр сонда. Жанерке, жаңағы айтылған сөздің ешқайсысы ол нағыз сол сөзге лайық әншісің. Шын мәнінде де дерлік кәсіби әнші. Әншіні тыңдадық осы тұрғанда. Рахмет саған. Өнерің өрге жүзе берсін. Мынау керемет әнді керемет қылып жеткізген өзіңе алғысымыз шексіз. Мархаба ханым, Жанерке, қаламшарыңыз. жаңа Жанерке айтты ғой өзінің сұхбатында, мен әлемдік әнші болғым келеді деген, менің сондай арманым бар деген. Енді мен тыңдап отырсам, шынымен де Жанеркенің қандай бағытта ән айтпаса да, қандай тілде айтпаса да, кәдімгі қолынан келеді. Өте дарынды бала екен. Сен ондай арманға бара аласың, сенің бүкіл мүмкіндігің бар. Және де маған бір қатты ұнағаны, мына әнді басқа версияның көрсетіп тұрсың. Кәдімгі мына даусың судай ағып тұр. Кәдімгі сондай, керемет соның барлығын. Кәдімгі нағыз вокалистка екеніңді бүгін көрсетіп тұрсың сен. Көп рахмет. Басқа нұсқа, басқа. Тым басқа. Мархаба ханым, айта қойыңызшы, сіздің ғаламшарыңыз. Ғаламшарым, әрқайсысы бір ғаламшар. Енді Жанеркенің дауысы мен үшін толағай теңіз ғой, төгіледі ғой. Енді сенен вокалист, нағыз вокалист. Мен шерде үлкен сахналарды бағындырасың, болашағың сенің өте жарқын. Сондықтан жақсы көрем. Бүкіл барлық сәттілікті, жақсылықты тілеймін саған. Көп дайындалдық. Репертуарға келгенде де өзі білесің ғой. Біраз қиналдық. Бірақ бүгін міне әдемі етіп өте жоғары деңгейде алып шықтың. Өте ризамын жаным саған. Жарайсың. Дауыс беріңіздер, қолдаңыздар, қалайық. Қолдаңыздар бәрі бүгін. Өте тамаша өнер көрсеттің, Жанерке. Біз саған сенеміз. Және де біздің қымбатты көрермен Жанеркенің өнері сіздерге ұнаса, экранда көрсетілген QR код арқылы сіздер сайтқа кіріп, кейін таңдаған қатысушыға дауыс бере аласыздар. Ал оны сәлден соң бастаймыз. Барлық қатысушылар өнерін көрсетіп біткен соң ресми түрде осы ашылады барлығы. Ал Жанерке, рахмет. Сәттілік серігің болсын, сахна сыртына бара ғой.